Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын, аты да ерекше періштенің көз жасы пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Қамыр үшін осындай ұнымызға разрыхлителімізді, қантымызды салып, оның үстіне осындай сармайымызды, бөлме температурасында сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз және 2 қасық сметанамызды салып, жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Дайын қамырымызды холодильникке салып қойсаңыздар болады жарты сағатқа. Міне қамырымыз дайын болды. Осындай қамыр шығу керек. Пакетімізге салып, холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына осындай сүзбемізді салып, оның үстіне қантымызды, қаймағымызды саламыз және 3 жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Ағы басқа нәрсеге керек болады қазір. Оның үстіне манный крупа салатын боламыз. Если манный крупаларыңыз жоқ болса, 1 қасық ұн салсаңыздар болады. Міне осылай блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салмасы дайын. Енді тестасын жайып шығамыз. Мен форманың астына кішкене май жақтым және 22-лік формада дайындайтын боламын. Міне осылай әдемілеп тегіс қылып жайып шығамыз. Осылай жайып алған соң міндетті түрде вилкамен жан жағын астын тесіп шығамыз. Осының үстіне салмамызды салып, 150-160 градуста жарты сағат 40 минуттай пісіріп аламыз. Енді суфле дайындайтын боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаның ағына аз мөлшерден қантты сала отырып, жақсылап миксермен кемінде 4-5 минуттай араластырамыз. Бұл суфлені дайындау үшін ыдысымыз өте құрғақ болуы керек және ешқандай су ештеме тамбауы керек. Ыдысымызды төңкергенде ол төмен қарай ағып кетпеуі керек. Сонда суфлеміз дайын болады. Міне суфлеміз дайын болды. Ыдысымызды төңкергенде ол ақпайды. Суфлеміз дайын. Енді міне пісіп тұрған пирогымыздың үстіне осы суфлемізді әдемілеп тегістеп жайып шығатын боламыз және оның бетіне әдемі узор саламыз. Осы уақытта пешімізді өшіру міндетті емес. Сол қызып тұрған пешімізге 5-10 минутқа салып аламыз. Суфлеміз беті қызару керек. Содан кейін бетіне тамшы шығару үшін 2 жолы бар. Оның бірінші жолы газымызды толықтай өшіріп пешімізді. Сосын күрекшенің көмегімен кішкене сығалап ашып қоямыз есігін. Толықтай соның ішінде суытсаңыздар бетіне әдемі тамшы шығады. Немесе кәдімгі ыдыс, дәулеу ыдысты бетіне толықтай төңкеріп қоямыз. 1-2 сағаттай, сонда бетіне әдемі тамшылар шығатын болады. Міне қасықтың көмегімен осылай узорын салып шығамыз, әдемілеп. Пешімізге қайтадан 5-10 минутқа жібереміз. Беті қызару керек.
міне 5 минуттай тұрды, беті осылай қызарды. Енді осындай күрекшенің көмегімен газымызды толықтай өшіріп, осылай жауып қоямыз. Міне тамшылар шықты. Менде осылай пирогым сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.